Балаға дін үйрету қашан басталу керек? Неден басталу керек? Үйленердің алдында басталады. Сіз кімге үйленесіз, қандай жарыңыз болады, содан басталады. Өзіңіз деп отырсыз. Бала үйленетін кезде емес қой? Жоқ, өзіңіз үйленетін кезде. Өзі нақылдарда да, риуаяттарда да келеді ғой. Балаға жақсылық көп жасадым дегенде, не жасадыңыз, біз сендер туылмай тұрғанда жасадым деген, не жасадыңыз дегенде, сендер туылатын ана таптым деп басталады. Демек, баланың тәрбиесі дүниеге келмеген баланың кімнен дүниеге келетінен басталады. Одан кейін өзіңді тәрбиеле. Имам Рази айтқандай, өзіңді тәрбиелесең, балаңды тәрбиелеген боласың дейді ғой. Балаңызға айта беріп, өзің темекі шеккісе берсең, не тәрбие болмақ ол? Баланы базовый, негізгі сенім, иман, намаз, дәрет, күнделікті өмірге қажетті дүниені кез келген атана үйретіп беру керек деп айтамын. Бұл шариғатта да келеді, 40 парыздың біреуі жақсылыққа шақыру, және сол болады. Ілім үйреніп, және басқа үйретудің өз парызы осы ғой.